Сәлеметсіздер ме студенттер, бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы пародонтоздың клиникасы, диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы және патологиялық морфологиясы. Дәріс оқушы сіздерге терапиялық стоматология кафедрасының ассистенті Нұрғожина Мақпал Ерсінқызы. Дәрісіміздің мақсаты пародонтоздың этиологиясын, патогенезін, клиникасын, диагностикасын және салыстырмалы диагностикасын оқу. Бұл тақырыптың өзектілігіне тоқтала кетсек, пародонтоз дегеніміз тістердің жалаңаштануымен және сүйектің резорбциясымен сипатталатын, соңында тістерді жоғалтумен аяқталатын тіс маңындағы тіндердің дистрофиялық зақымдануы болып табылады. Пародонтоздың белгілері көбінесе егде жастағы адамдарда байқалады, бірақ жас адамдар мен балаларда да кездесуі мүмкін. Таралуы 3-10%. Америкалық периодонтология академиясының мәліметтеріне сүйенсек, онда барлық мемлекеттегі 35-45 жас аралығындағы 50% адамдар пародонтоздан зардап шегеді екен. Бұл мәселе ағзаның ішкі зақымдануларынан бастау алады. Пародонтоздың уақытылы диагностикасы мен емі өте маңызды болып саналады. Бұл ауру тістерді толық жоғалтуға әкеледі және науқаста жүрек қан тамыр аурулары, диабет, ревматоидты артрит сияқты жүйелі аурулармен байланысы бары анықталып отыр. Осындай байланыстың барын біле отырып, қызыл екті күту тек әдемі күлкінің емес, сонымен қатар барлық ағза саулығының кепілі болуы мүмкін деп жазды профессор Сэмюэл Лоу. Сол себепті пародонтоздың этиология, патогенез, клиникасын және барлық ағзамен байланысын тереңірек оқу өзекті мәселе болып отыр. Жоспарымыз ол пародонтоздың этиологиясы, патогенезі, клиникасы, диагностикасы, салыстырмалы диагностикасы және патологиялық морфологиясы. Пародонтоз бұл пародонт тіндерінің жеткіліксіз қоректенуімен сипатталатын, өте баяу дамитын, үрдістің соңында тістерді толық жоғалтуға әкеліп соқтыратын дистрофиялық ауру болып табылады. МКБ-10 классификациясы бойынша бізде пародонтоз К054 деп белгіленеді. Бүкіл дүниежүзілік стоматологтар ұйымының жіктелуі бойынша, ауырлығы бойынша жеңіл, орташа, ауыр, ағымы бойынша созылмалы және стабилизация сатысындағы пародонтоз таралуы бойынша жайылмалы, тек жайылмалы болады. Қабыну үрдісінің қосылуына байланысты ол бізде асқынбаған және қабынумен асқынған пародонтоз деп бөлінеді. Жиі бізде пародонтоз пародонтитпен асқынған дәрежеде көрініс береді. Этиологиясына пайда болу себептеріне тоқталатын болсақ, оған жалпы факторлар және жергілікті факторлар әсер етеді. Жалпы факторларға бізге қан тамырлар атеросклеротикалық өзгерістері, эндокринді бұзылыстар, асқазан ішек жолдарының бұзылыстары, дәрумендердің, әртүрлі минералды заттардың жетіспеушілігі, неврогенді сипаттағы аурулар жатуы мүмкін, нейрогенді дистрофия, кейін қоршаған ортаның жағымсыз факторлары, әсіресе радиация, тұрмыстық және кәсіби құрылғылардың электромагниттік сәуле және тағы басқа факторлар әсер етеді, және де бұнда тұқым қуалаушылық факторы орын алады. Ал жергілікті факторларға бізге тістемнің бұзылысы, тістер мен қызылъекке түсетін жүктеменің біркелкі болмауы және жеткіліксіз функционалды жүктеме болып табылады. Патогенезіне тоқталатын болсақ, патогенезінде негізгі патогенетикалық механизмдері ол микроциркуляторлы ағымның бұзылысы, яғни капиллярлар санының азаюы, олардың формасының өзгеруі, жұқаруы және хаотикалық орналасуы, склеротикалық өзгерістер, соның әсерінен қызылъек тіндері жеткіліксіз қанмен қамтамасыз етіледі. Ол бізде өз алдына пародонт тінінің трофикасының нашарлауына әкеліп соқтырады. Тіндердің оттегі мен қоректенуінің нашарлауы бізде гипоксияға әкеліп соқтырады. Ол жасушалардың өмір сүруіне қажетті энергетикалық бұзылыстар орын алады, тіндік құрылымдардың жанаруының кешігуі, ақуыз алмасуының бұзылысы, минералды және басқа да алмасулардың бұзылысы орын алады.
Кейін ең соңында альвеолярлы өсіндінің сүйекті тінінің остеодистрофиясы, пародонт талшықтарының дистрофиясы орын алады, қызыл-иек жасушаларының атрофиясына әкеледі. Сол себепті қызыл-иек бізде семіп, атрофияға ұшырап, тіс мойынның жалаңаштануы орын алуы мүмкін. Пародонтозға не тән? Пародонтозға бізде тән. Негізі салыстырмалы түрде қарастыратын болсақ, пародонтоз сирек кездесетін ауру, ол 1-8% жағдайда ғана кездеседі. Бұл қабынулық ауру емес, жиі дәрігерлер қателікпен оны пародонтит деп атайды. Тістердің мықты фиксациясымен сипатталады. Тіс шөгінділері бұл кезде көп болмайды. Қызыл-иектік және пародонтальды қалталар болмайды. Микробты жұмсақ қақ болмайды. Тістердің тіс шегілі зақымданулары болуы мүмкін, әсіресе сына тәрізді ақау сияқты тіс мойынның аймағында. Тіс аралық перделерінің ұзындығының 2-3 дәрежелі төмендеуі кезінде тістердің тұрақты берік болады. Ал бағана пародонтитті қарастыратын болсақ, ол кезде тістер 2-3 дәрежелі қозғалмалы болса, онда олар қозғалмалы болып түсіп қалуы мүмкін. Ал пародонтозда ерекшелігі 2-3 дәрежелі қозғалғыштық болса, перделерінің ұзындығының 2-3 дәрежелі төмендеуі болса да, тістер тұрақты берік болуы мүмкін. Жүрек қан-тамыр эндокринді зат алмасу бұзылыстары орын алады. Бұл кезде жарақаттық окклюзия орын алуы мүмкін, атрофиялық гингивит белгілерін көреміз. Пародонтоздың ауыр сатысында тістердің веер тәрізді ажырау орын алады, араларында диастема мен тремалардың пайда болуы, айқын сына тәрізді ақаулардың пайда болуы және ең соңында науқас тістердің жартысынан айырылуы мүмкін. Бұл пародонтоз ауру бізде өте баяу және үзіліссіз дамиды. Клиникалық көріністері аяқ асты пайда болуы мүмкін. Жиі науқастар альвеоларлық перделердің толық бұзылысы орын алғаншыға дейін дәрігерге қаралмай жүреді. Ең ақырында тістердің веер тәрізді ажырауынан науқаста дикциясы бұзылады, сөйлеуі, тамақ ішуі нашарлайды, яғни әлеуметтік қиындықтар туғызады. Келесі бізде пародонтоздың клиникасы. Жеңіл дәрежесіне тоқталатын болсақ, бұл кезде науқастың субъективті шағымдары, қызыл-иекте қышу, қыздыру сезімдері, тістердің термиялық, механикалық, химиялық тітіркендіргіштерге сезімталдығы немесе тістердің мойын аймағының жалаңаштауынан туындаған гиперестезия, яғни тістердің аса сезімталдығы орын алады. Қараған кезде қызыл-иек қалыпты түсті, анемиялық, тығыз, тіс мойындарының жалаңаштануы, бірақ пародонттың түбірлі шеттік рецессиясы болмайды, тіс аралық перделерінің биіктігі 3-1 дәрежеде төмендейді, қызыл-иек емізікшелерінің тегістелуі болады. Рентген диагностикасы кезінде бұл альвеолярлы сүйек перделерінің биіктігі 3-2 дәрежелі біркелкі резорбциясы болады. Сақталып қалған альвеолярлы сүйектің бөлігі қажетті деңгейде минерализденген және тығыз болады. Суретте көріп тұрғанымыздай, 1-ші дәрежелі пародонтоз. Бұл кезде қызыл-иекте көбінесе өзгерістер болмайды, ол қалыпты түсті болады, боз қызғылт түсті. Тығыз болады, қабыну белгілері болмайды. Тек қана қышу сезімдеріне, қыздыру сезімдеріне шағымдану мүмкін. Яғни алғашқы клиникалық белгілері әлсіз болғандықтан науқас көпке дейін дәрігерге жүгінбей, өзінің ауруға шалдыққанын білмей жүруі мүмкін. Орта дәрежелі пародонтоз бұл кезде шағымы тістердің сезімталдығына шағымдану мүмкін. Қарау кезінде қызыл-иек қалыпты түсті, тығыз, түбірлердің жалаңаштануы мен тіс аралық перделерінің биіктігі 2-1-ге дейін төмендейді. Рентгенологиялық өзгерістер альвеолярлы сүйекте тіс аралық перделерінің биіктігінің резорбциясы 3-2 дәрежеде болады. Сақталып қалған альвеолярлы сүйек қажетті деңгейде минерализденген және тығыз.
Рентген диагностикада екінші дәрежелі пародонтоз кезінде альвеолярлы сүйекте тісаралық перделердің 3-2 дәрежедегі резорбциясы сақталып қалған сүйек қажетті деңгейде минерализденген және тығыз болып келеді. Суретте көріп тұрғанымыздай пародонтоздың орта дәрежесі яғни бұл кезде бізде қызыл иек қалыпты түсті, қабыну белгілері болмайды, тек қана тіс түбірлерінің жалаңаштануы орын алады. Кейде тіс шегірі емес зақымданулар болуы мүмкін, оның ішінде сына тәрізді ақау тіс мойынның аймағында. Ауыр дәрежесіне келетін болсақ, ауыр дәрежесінде науқастың шағымдары тістердің қозғалғыштығына және дислокациясына, шайнау кезіндегі ауырсынуға, тағамды шайнап жұтудың қиындағанына және гиперестезия көріністері айқын болады. Қарау кезінде біз қызыл иек анемиялық болады, тығыз, түбірлерінің жалаңаштануы жартысынан көп бөлігін алады. Тістердің баяу ығысуы және вейер тәрізді ажырауы, әсіресе жоғарғы жақтың фронтальды тістер аймағында. Патологиялық диастема мен тремалардың пайда болуы, тістердің бекітілуінің бұзылысы соңында түсіп қалуы орын алады. Бұл сәтке дейін пародонтоз 10-15 жыл дамып келе жатыр дегенді білдіреді. Ауыр дәрежесі кезінде бізде жарақаттық окклюзия орын алады. Жүктеме тым көп түскен ошақтарда тістердің ығысуы барлық бағытта байқалады. Тістердің вестибулярлы беткейінде терең сына тәрізді ақаулар дамиды. Рентген суретте біз альвеолярлы сүйектің айқын атрофиясын көре аламыз. Альвеоларалық перделер биіктігінің жартысынан көбіне дейін, сүйек милық кеңістіктердің азаюы, сүйекте ұсақ ұяшықтық суреттің пайда болуы, тістер арасында сүйек тінінің көлемінің азаюы, остеопороз ошақтарын көре аламыз. Мына суретте көріп тұрғанымыздай, міне 3-ші дәрежедегі пародонтоз. Қызыл иек қалыпты түсті қабынбаған, бірақ тістердің түбірі жартысынан көбі жалаңаштанған. Тісаралық альвеолярлы өсінің тісаралық перделерінің биіктігі 3-2 дәрежеден жоғары төмендеген. Мына суретте көріп тұрғанымыздай, яғни бізде атрофиялық процесс тістердің түбірінің ұшына дейін жетіп тұрғанын көре аламыз. Қабынумен асқынған пародонтоз бұл кезде науқастың шағымдары қызыл иектегі ауырсынуға, қанағыштыққа, іріңді бөліністердің шығуына, шайнаудың қиындауына, ауыздан жағымсыз иістің шығуы, жеке тістерінің ығысуы, тістердің қозғалғыштығына немесе жоқ болуына шағымдануы мүмкін. Қарау кезінде бізде қызыл иек сіңген болады, гиперемерленген, қанағыш, қызыл иек шетінің деформациясы орын алады. Зондтау кезінде қызыл иек асты және үсті тас шөгінділері, қанағыштық, пародонтальды қалта тереңдігі 4-5 мм-ге дейін болады. Тістердің ығысуы мен қозғалғыштығы, вейер тәрізді ажырауы, пародонтальды абсцесстер болуы мүмкін. Бағана айтып кеткендей, пародонтоз бізде көп жағдайда пародонтитпен асқынған кезде көрініс береді. Пародонтоздың диагностикасына келетін болсақ, көбінесе жиі рентгенмен шектеледі. Қосымша әдістер бізде риопародонтография, эхоостеометрия, полярография, денситометрия, ультрадыбыс, рентген мәліметтері арқылы жүргізіледі. Сүйек тінінің минералды тығыздығын сапалық бағалауға мүмкіндік береді. Жаңағы диагностиканың қосымша әдістері риопародонтография, бұл әдіс қан тамырлардың тоникалық қысымын және пародонтоз сирек анықталатын жас адамдарда кездесетін склеротикалық құрылымдық өзгерістерін анықтайды. Ал полярография дегеніміз ол жаңағы
пародонт тіндеріндегі гипоксияның айқын көріністерін атеросклеротикалық өзгерістерді анықтайды. Яғни бұл кезде пародонт тіндерінде оттегі қысымының дәрежесінің төмендеуі орын алғандықтан. Пародонтоздың салыстырмалы диагностикасы. Яғни пародонтитпен салыстырамыз. Яғни бұл кезде пародонтозда бізде горизонтальды резорбция болатын болса, пародонтитте резорбция бізде вертикальды болады. Пародонтоз кезінде тіс тасы болмайды, қабыну белгілері болмайды, патологиялық мүжілу орын алуы мүмкін. Пародонтит кезінде бізде қызыл екі асты және үстілік тіс тастары болады, қабыну белгілері болады. Атрофиялық гингивитпен салыстыруға болады. Бұл кезде бірақ қызыл иек шетінің ретракциясына, тістердің қозғалғыштығына шағымдануы мүмкін. Айырмашылығы сүйектің резорбциясының болмауы. Атрофиялық гингивит көбінесе жас адамдарда кездеседі, жиі жайылмалы сипатта болады. Пародонтоздың патоморфологиясы. Патоморфологиясына келетін болсақ, бұл кезде қан тамырлық бұзылыстардың фонында дамитын пародонттың барлық құрылымдарының баяу дамитын дистрофиялық өзгерістермен сипатталады. Яғни қан тамыр өзегінің жедел тарылуымен жүретін гиалиноз және склероз үрдістері немесе оның толықтай облитерациялануы болуы мүмкін. Қызыл иек пен пародонттың дәнекер тіндік құрылымдары коллаген химизмінің бұзылысымен сипатталып, фиброз, склероз үрдістерімен аяқталады. Яғни тіндердің нерв талшықтарының дистрофиясы орын алады. Қызыл иек эпителиінде ақуыз дистрофиясы дамиды. Жасушалардың баллонды дистрофиясына дейін жететін вакуольды дистрофия, гликогеннің төмендеуімен жүретін эпителий атрофиясы. Айқын склерозбен сипатталатын сүйек трабекулаларының қалыңдауы және жақ сүйектерінің кемікті суретінің жоғалуы, ол өз алдына остеопорозбен және тегіс резорбциямен кезектеседі. Ең ақырында дәнекер тінінің плазморагиясы, мукоидты сүну, фибриноидты емес өзгерістер, аргирофильді немесе коллаген талшықтарының некрозы орын алады. Болжамы. Пародонтоздың болжамы тұрақты ағым кезінде жағымды, белсенді ағымы кезінде тістерді ерте жоғалтуға әкеліп соқтырады. Дәрісіміздің соңында сіз қабілетті бола аласыз пародонтоздарды жіктеуге және пародонтоздарды диагностикалауға. Назарларыңызға рахмет.